Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 2016 жылы шыққан «Механик. Қайта тірілу» атты керемет фильмнің сюжетін талдаймыз. Міне, 5 айдан бері Артур Бишоп Бразилияда Отто Сантос деген жалған есіммен тыныш өмір сүріп жатыр. Бірақ ол кез келген сәтте соңынан біреулердің келуі мүмкін екенін жақсы түсінеді. Бірде түскі ас үстінде Артурға келлердің қараңғы өткен шағын білетін жұмбақ қыз жақындайды. Бишоп оның айналасын жалдамалы жендеттер қоршап алғанын байқайды. Ол бейтаныс қызды суретке түсіріп алып, оның қару шығаруына мұрша бермейді. Артур барлық жалдамалы жендеттермен жалғыз айқасып, басқалары көмекке жеткенше, аспалы жолдың вагоншасына секіріп үлгереді. Қаруланған қарақшылар келлердің соңынан қуа жөнеледі. Бұл оны делтапланның қанатына тікелей секіру сияқты қауіпті қадамға баруға мәжбүрлейді. Артур ішінде бірнеше жалдамалы жендеттері бар, өзінің яхтасын жарып жіберіп, енді қалуға болмайтын Рио қаласынан кетуге дайындалады. Мұнда қалу тым қауіпті болғандықтан Бишоп Таиландтағы кішігірім аралға өзінің ескі танысы Мэйге келеді. Ол жерде Артур өзінің жасырын қоймасынан қару-жарағын алады. Бразилияда өзіне шабуыл жасаған әйелдің суреттерін интернетке жүктеп, сенімді адамдар арқылы қомақты ақшаға оның есімі Рене Трен екенін біледі. Сондай-ақ қару-жарақ саудагері Райан Крейнге жұмыс істейтіні белгілі болады. Артур бұған дейін жағалауда жолықтырған. Осы уақытта Мэйдің дүкеніне денесіндегі соққы мен көгерген жерлерін емдеу үшін дәрі-дәрмек сұрап Джина Тарн есімді сүйкімді қыз келеді. Түнде Мэй жақын маңдағы шағын яхтада бір ер адамның Джинаны соққыға жығып жатқанын көріп, Артурдан көмектесуін өтінеді. Келлер басында бұл отбасылық жанжал шығар деп араласқысы келмейді, бірақ Мэй бейшара қызды құтқаруды жалынып сұрайды. Бишоп яхтаға қарай жүзіп барып, әлгі оңбағанмен төбелес кезінде оны кездейсоқ өлтіріп алады. Олар Джинаны жағаға алып шығады. Бишоп яхтаны тексеру кезінде қыздың телефонын тауып алып, ішінен өзінің суретін көріп таңғалады. Келлер яхтаны жағалаудан алысырақ апарып, бортындағы шабуылшының мәйітімен бірге өртеп жібереді. Жағаға оралған соң, Артур Джинадан өз суретінің қайдан келгенін сұрайды. Кенет қыз оның тапаншасын жұлып алуға әрекеттенеді, бірақ Келлер оны оңай басып тастайды. Соңында Джина өзінде Крейн жібергенін мойындайды. Бірақ ол қару саудагеріне өз еркімен жұмыс істемейді екен. Жауыз оны бопсалағандықтан, бұл қауіпті тапсырмаға келісуге мәжбүр болған. Джинаның міндеті Келлердің сеніміне кіру, осылайша Крейн кейінірек оны өз мақсатына пайдаланбақ болған. Кейінірек Артур интернеттен қыздың өмірі туралы мәліметтер жинап, оның бұрын әскери барлау агенті болғанын, ал соңғы уақытта Камбоджада балаларды оқытқанын біледі. Бишоп Джинадан Крейннің оны қалай мәжбүрлегенін сұрайды. Қыз жауыздың оның жолдастарын өлтіріп тастағанын және егер айтқанын істемесе, өзі оқытып жүрген барлық балаларды өлтіруге уәде бергенін айтып түсіндіреді. Артур өздерінің соңынан бақылау орнатылғанын байқайды. Крейннің жалдамалы жендеттері сырттан бағып тұрғанда, екеуі Мэй жұмыс істейтін барға барып, іштей ашылып, сырласады. Кешке Бишоп балалық шағында оны бір гангстер ұрлап кетіп, жалдамалы қатыгез келлер етіп тәрбиелегенін айтып береді. Әлгі гангстер Крейнді де жаттықтырған екен, бірақ Артурға қашып құтылудың сәті түскен. Ал бұл үшін барлық жаза Крейнді шарпып, енді ол Бишоптан өш алуды ұйғарады. Осындай ашық әңгімеден кейін екеуі бір-біріне көбірек сеніп, жақындаса түседі. Таңертең Артур Джинаға өзіне әкесінен мұраға қалған сағатын сыйлайды, өйткені қыз оған өте жақын болып кеткен еді. Таңертең аралға Крейннің жендеттері жақындағанда, Бишоп қызды сабырға шақырып, бәрі жақсы болатынына уәде береді. Артур қарсылық көрсетуге тырысады, бірақ қаруланған жалдамалылар санының көптігімен басып түсіп, оның серігін алып қашады. Жауыздың көмекшілерінің бірі Бишопқа телефон береді. Осы кезде Бишоп Джинаны яхтада кепілде ұстап отырғанда Крейнмен кездесіп, бетпе-бет сөйлесуді ұсынады. Артурды қару саудагерінің жасырын баспанасына алып келеді. Ол жерде Крейн өз шарттарын мәлімдейді. Крейн келлерге өзі үшін 3 адамның көзін жоюды шарт етіп қояды. Қыз тірі қалсын десе, бәрі кездейсоқ жағдай сияқты көрінуі тиіс. Оның алғашқы нысанасы Крил, ол Африкадағы ең ірі қару-жарақ жеткізушісі. Қазіргі уақытта теңіз жағалауынан 13 шақырым жердегі аралда орналасқан Малайзия түрмесінде отыр. Түрме айналасында акулалар өріп жүр, ал Крилдің қасында тәулік бойы бірнеше оққағар бірге болады. Бұрынғы келлерге бұл тапсырысты қабылдауға тура келеді. Малайзияда Бишоп ең қауіпті қылмыскерлерді зерттеп, өзіне ұқсайтын бетінде ойын сүйектері бейнеленген қылмыскерге назар аударады. Артур аздап пластит алып, оны сағыз ретінде жасырады. Содан кейін бетіне ойын сүйектерінің суретін салып, жалған құжат жасап, Малайзия көшелерінде. Бишоп полицейлерге батыл түрде жақындайды, ал олар құжаттарын тексеріп, оны баяғы маньяк екен деп шешіп, аралдағы түрмеге аттандырады.
Артур күзетшілердің қасынан іске қажетті заттарды сағыз бен темекіге жасырып өткізеді. Тұтқындар Крилдің өте қауіпті қылмыскер екенін, оны өлтіргісі келетіндер көп болғандықтан, әрқашан өз жендеттерімен бірге жүретінін айтады. Бишоп біраз уақыт гангстерді бақылап, ақырында Крилді пышақтап тастамақшы болып жүрген бір жігітті байқап қалады. Артур әлгі жігіт гангстерге шабуыл жасаудан бір сәт бұрын оның көзін жояды. Алғыс ретінде Крил Бишопты түскі асқа шақырады. Гангстер өзіне айына бірнеше рет қастандық жасалатынын түсіндіріп, өзін қорғайтын сенімді адам керек екенін айтады. Артур өзінің жұмысы бар екенін айтып, Крилді буындырып өлтіреді. Содан кейін бәрі кездейсоқ жағдай сияқты көріну үшін оның тамағына оқ құяды. Гангстердің оққағарларына олардың бастығы мінәжат етіп жатыр деп түсіндіреді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылып, қарауылдар дабыл қағады. Артур пластикпен сағыздың көмегімен қабырғаны жарып жібереді де, алдын ала акулаларды үркітетін жақпамайды үстіне жағып алып, тік жартастан суға секіреді. Бірнеше 100 метр жерде киллерді Крейннің шағын кемесі күтіп тұр еді. Бишоп бірден келесі нысанасын алады. Ол Сиднейдегі тағы бір қару-жарақ саудагері Эдриан Кук. Оның бүркемелену үшін ресми ақ бизнесі бар. Миллионер өте күмәншіл, сондықтан әрқашан қасында бірнеше оққағармен бірге жүреді. Оның сәнді пентхаусы ішіне кіру мүмкін емес, нағыз бекініс. Артур өзін сатып алушы ретінде көрсетіп, байдың пентхаусынан бірнеше қабат төмен орналасқан пәтерді қарап жүріп, кіреберіс есіктің кілтін суретке білдіртпей түсіріп алады. Ол кез келген әйнекті морт сынғыш ететін қоспа дайындау үшін бірнеше химикатты араластырады. Келесі күні Бишоп пәтерге кіріп, альпинистік құралдардың көмегімен бассейнге дейін көтеріледі. Эдрианның бассейнде шомылатын дәл уақытын біліп алған Артур бассейннің түбін бұрғылап, оған дайын қоспаны енгізеді. Әйнек шытынап, тесіктен аққан су миллионерді ішіне қарай тартып әкетеді. Эдриан зәулім биіктіктен төмен қарай ұшып, жерге құлап мерт болады. Бишоп бұл жолы да бәрін кездейсоқ жағдай сияқты етіп ұйымдастырады. Екінші адамның көзі жойылғаннан кейін, Крейн Артурға қыздың аман есен екеніне көз жеткізу үшін Джинамен видео байланыс арқылы сөйлесуге мүмкіндік береді. Джина Бишопқа өздері ұстап отырған яхтаның нөмірін көрсету үшін камераны білдіртпей бұрады. Осылайша Бишоп кеменің Сидней портында тұрғанын біліп алады. Ол тікұшағы бар досының көмегімен яхтаны тауып, бортқа білдіртпей мінеді де, бірнеше жендеттің көзін жояды. Алайда жаулар тым көп болады. Олар қызды қалқан етіп қолданып, ауыр айқастан кейін киллерді қолға түсіреді. Крейн Бишоптың бұл батылдығына ашуланып, соңғы нысананы жоюға оған тек 24 сағат уақыт беретінін, әйтпесе қыздың өлетінін мәлімдейді. Артур Болгарияның Варна қаласына ұшып барып, келе салысымен елдегі ең мықты көлікті айдап әкетеді. Оның соңғы нысанасы Америкадан шыққан тағы бір қару-жарақ саудагері Макс Адамс. Адамс Крил мен Адрианның өлімі туралы естіп, миллионер кеңес дәуірінен қалған әскери бункерінің айналасындағы онсыз да мықты күзетті одан сайын күшейтіп қойған еді. Адамстың ең басты мақтанышы бортында қуатты қару-жарағы бар өзінің жеке суасты қайықтарының базасы болатын. Үшінші жоюды жоспарлай отырып, Бишоп Крейннің әлемдік қару-жарақ нарығын толықтай өз бақылауына алу үшін оның басты бәсекелестерінің көзін құртып жатқанын түсінеді. Артур бұл жақсы қорғалған базаға сырттан кірудің мүлдем мүмкін емес екенін анықтайды. Сондықтан ол снайперлік мылтықпен күзетшілердің бірінің аяғынан атып, жақын маңдағы ауруханадан шақыру бойынша ұшып шыққан жедел жәрдем тікұшағының бортына білдіртпей кіріп алады. Тікұшақ қонған кезде Бишоп базаға жүгіріп кіріп, электронды құрылғының көмегімен бақылау камераларын өшіріп тастайды. Ол брондалған бункерге бара жатқан жолында бірнеше күзетшіні сұлатып салады. Күзет дабыл қағып, бастықты дереу оның бункеріне апарады. Адамс өз бункерінің ішінде киллерді көргенде қатты таңғалады. Алайда Бишоп бұл база иесін өлтіруді көздемеген еді. Ол Крейнді құрту үшін бірлесіп әрекет етуді ұсынады. Адамс бәсекелесінің ештеңеден тайынбайтынын түсініп, киллерге көмектесуге келіседі. Олар миллионердің базасында қуатты жарылыс ұйымдастырып, оның өлімін қолдан жасап шығады. Қару саудагерінің өлтірілгені туралы ақпарат барлық телеарналардан көрсетіледі. Бұны Крейн де көреді. Іс жүзінде Артур бұл алдауды ешкім сезіп қоймау үшін Адамсты қашықтағы аралға жасырып қойған болатын. Кейін Бишоп Крейнге қоңырау шалып, Джинаны босатуды талап етеді. Бірақ ол алдымен бәсекелесінің мәйітін көргісі келетінін айтады. Артур бұны алдын ала болжап, миллионердің денесі оның суасты қайықтарының базасында екенін айтады. Крейн өзінің сыбайластарына Бишопты мәйітті таба салысымен өлтіруді бұйырып, сол жерге өзінің барлық дерлік жендеттерін аттандырады. Олар бәсекелесінің денесін тапқанша, Артур шақырылмаған қонақтардың келуіне дайындалып, кемеге бірнеше жарылғыштар мен тұзақтар құрып қояды. Пайда болған Крейннің жалданбалы жендеттері оқ пен жарылыстың астында қалып, бірінен соң бірі ажал құшады.
Барлық жаулардың көзі жойылғаннан кейін, Бишоп Крейн Джинаны кепілде ұстап отырған оның сәнді яхтасына қарай жүзеді. Артур кемеге білдіртпей кіріп, қарапайым пышақтың көмегімен бірнеше арамзаның көзін бірден жояды. Джина Бишоптың өзін құтқаруға келгенін көріп, қарсылық көрсетуге тырысады, бірақ төбелес кезінде бүйіріне оқ тиеді. Осы уақытта Артур жалдамалыларды бірінен соң бірін жайратып жатады. Қару саудагері кемедегі жарылғышты іске қосып, өзі қашып кетпекші болады. Бишоп Джинаны тауып алып, бірнеше минуттан кейін болатын жарылыс туралы біледі де, қызды құтқару капсуласына кіргізеді. Ол қашып бара жатқан Крейнді қуып жетіп, қысқа уақыттық қақтығыстан кейін жауызды өзінің яхтасына шынжырмен мықтап байлап тастайды. Жарылысқа 1 минуттан да аз уақыт қалады. Суға секірудің еш пайдасы жоқ екенін түсінген Бишоп кеменің түкпіріне қарай тұра ұмтылады. Джина мінген капсула су бетіне қалқып шығады, және қыз жан түршігерлік жарылыстың яхтаны бөлшектеп жібергенін көреді. Адам сайлаққа келіп, Джинадан басқа аман қалғандардың жоқ екенін біледі. Көп ұзамай қыз Камбоджаға оралып, балаларды оқытуын жалғастырады. Кенеттен оның қасында Артур дін аман, еш зақымсыз пайда болады. Өз кеңсесінде, адам сияқта сынықтарын тексергеннен кейін камералардың жазбасын қарап отырады. Миллионер кеменің брондалған зәкір бөлігіне назар аударады. Дәл сол жерден Бишоп шыққан болатын. Адам аңызға айналған киллердің тірі қалғанын ешкім білмеу үшін бұл жазбаны толықтай жойып жібереді. Механик, Воскрешение фильмі сіздерге ұнады ма? Пікірлеріңізбен комментарийде бөлісіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет.